Русияда канунсыз сүреті макюметелген Украин режиссері Қырымлы Олег Сенцовны Иркутск шәрінің сезосындан башқа бір ерге кечірділер. Бұны Украинның имайеджелерінден бірі Дмитрий Динзге әсасланып, Қырым ақиқат білдіре. Оның сөзлеріне көре Сенцовны қайда алып кеткенлері ве оз жазасыны қайда көрежегі қында малюмат шымдылық йоқтыр. Қырымлының Иркутск сезосының анбарындаки камерасында оз башына бұлынғананы яқында Иркутск велиеті оқу құройжыларының шурасында таздықладылар. Анда оны бір автай евелісі Якутсктан кетірген әділер. Хатырлатам, Ростов махкемесі Украин ватандашыны 20 еллық қатты низам жазасына макюметкен еді. Оны Қырымда терактларының азарлағанында қабатлайлар. Халқара тәшкілатлар ішінің қалып әтілмесіні білдіре ве режиссерны азат етмек талабынен Русияны тенқыт ете.